Сәлеметсіңдер ме балалар? Әдебиеттік оқу сабағына қош келдіңдер. Табиғат құбылыстары бөлімінің 50-ші сабағы «Қыс бейнесі». Сабақтың мақсаты эпизодтар мен оқиғалардың негізінде жатқан маңызды тұстарын талдау және салыстыру. Бүгінгі сабақта сен шығармаларды салыстырып үйренесің. Өлеңдегі қыс бейнесін анықтайсың. Өлеңдегі кейіптеу, эпитет, теңеу сөздерді, аллитерацияны табуды үйренесің. Балалар, Сәкен Сейфуллин деген кім? Сәкен Сейфуллиннің шын аты Сәдуақас. Сәкен Сейфуллин 15 қазан 1894 жылы Қарағанды облысы Шет ауданы Қарашілік қыстағында дүниеге келген. Қазіргі қазақ әдебиетінің негізін құраушы, ақын және жазушы ұстаз, қоғам қайраткері. Қазақстан жазушылар одағының негізін қалаушы, шығармаларын туған жерге, табиғаттың сұлулығына арнап жазған. Сәкен Сейфуллин атында көшелер, театр, кітапханалар, оқу орындары, мұражайлар бар. Балалар, бүгін Сәкен Сейфуллиннің «Қызыл шұнақ» атты өлеңімен таныс боламыз. Мұқият тыңда. Қызыл шұнақ. Шытын айды тыстаяз, қызыл шұнақ үскірік, қылшылдайды жалаңдап, зәрлі деммен ысқырып. Ұшан теңіз қалың қар, жерді басып жабады, шұнақ аяз жалаңдап, екі санын сабады. Мұздай демі бет қарып, аяз аузын ашады, құлақтанып қызыл күн, жасыл ұшқын шашады. Балалар, осы өлеңді оқыған кезде, осы өлеңнің ішінен қызыл шұнақ деген сөзді кездестірдік. Қызыл шұнақ дегеніміз бет қаратпайтын, қатты, суық, үскірік аязды. Балалар, келесі тапсырмаға назар аударыңдар. Қысқы табиғат құбылыстарын атап, сипаттаңдар. Қызыл шұнақ өлеңінен қылшылдап, жалаңдап, ысқырып, санын сабалап, аузын ашып деген сөздерді оққанда қандай әсерде болдыңдар? Балалар, келесі тақырыбымыздың авторы Жүсіпбек Аймауытов. Жүсіпбек Аймауытов жазушы, ақын, аудармашы. Павлодар облысы Баянауыл ауданындағы Қызылтау атырабында дүниеге келген. Жазушының Қартқожа романы, әнші, боранды болжағыш әулие, тағы басқа әңгімелері бар. Жүсіпбек Аймауытовтың «Қыс» өлеңін мұқият тыңда. Жалп-жалп, жалп-жалп жауды қар, тон киіндік, тоңды мал, бұрқ-бұрқ, бұрқ-бұрқ боран бар, боран жоқта тұман бар. Қызыл шұнақ қызыл бар, суда айна тас мүсін бар. Қылаулатқан қырау бар, үйіп алған отын бар, бүрсең деген лақ бар, сүмең деген қонақ бар. Қонақ айтар қызық бар, ай балалар, балалар, күнде оқуға жүрелік, үйренелік, білелік. Балалар, екі өлеңді салыстырып көрейік. Өлеңдердегі кейіптеу кейіпкерлерін табайық. Өлеңдердегі табиғат құбылыстарын, өлеңдердегі эпитет теңеу сөздерді және өлеңдердегі аллитерацияны тауып көрейік, балалар. Балалар, салыстырып көрдік пе? Олай болса, дұрыс нұсқасымен таныс болайық. Қызыл шұнақ өлеңінде аязды білдіріп тұр. Қыс өлеңінде қысты білдіріп тұр. Өлеңдегі табиғат құбылыстары. Қызыл шұнақ өлеңінде аяз, қарды білдіріп тұр. Ал қыс өлеңінде қар, тұман, аяз, қырау, боранды білдіріп тұр. Өлеңдегі эпитет теңеу сөздерді табайық. Теңеу сөздерді балалар
дай, дей деген қосымшалар жалғану арқылы табады екенбіз. Мұздай деген сөз бұл теңеу сөз. Қызыл шұнақ, жасыл ұшқын деген сөздер эпитет сөздер. Суда айна, тас мүсін, қызыл шұнақ. Бұл сөздер эпитет сөздер. Балалар, өлеңдегі аллитерацияны табу үшін сөздердің бірінші әріптері бірдей әріппен жазылады екен. Мұндай сөздерді біз аллитерация деп атайды екенбіз. Қызыл шұнақ өлеңінде аяз, аузын ашады деген сөздер аллитерация екен. Ал қыс өлеңінде бұрқ-бұрқ, бұрқ-бұрқ боран бар деген сөздер аллитерация сөздер екен. Балалар, ары қарай тапсырма орындайық. Өлеңдерге сүйеніп, өз жеріңдегі қысты сипатта. Балалар, оқулықтың 46-47 бетіндегі қалаған өлеңімізді жаттап келеміз. Және үлкендерден қар, аяздың түрлерін сұрастырып жазып аламыз. Балалар, бүгінгі өткен сабағымызға кері байланыс беретін болсақ, бірінші тұрған смайликті таңдайтын болсаңдар, мен сабақты өте жақсы түсіндім дейтін болсақ, бірінші смайликті қағаз бетіне саламыз. Ал егер де менің әлі де үйренерім бар дейтін болсақ, екінші смайликті қағаз бетіне саламыз. Егер де мен бүгінгі сабақта ештеңе түсінбедім дейтін болсақ, үшінші смайликті таңдаймыз. Назар аударғандарыңа рахмет.